мысалы жаңа басында көрсеткен видео осы платформадан алынған. Осы платформадан Seedance деген. Бірақ бұлардың барлығы бесплатный емес, тегін емес. Сізге басында ашылған кезде ғана 5 видео, 6 видео жасауға рұқсат береді. Сізге сондай видео ғана қажет болатын болса, осыны алып қолдана беруге болады осы платформаларда жеке-жеке. Яғни әр аккаунтқа 5 ғана видео жасауға рұқсат береді. Бірақ качестволарын көріп тұрсыздар ғой, өте керемет стильді, өте качествосы керемет. Екіншісі мынау Hello деген бар. Hello. Қытайлық міне Hello. Қытайлық компаниянікі. Бұл Қытайдың өздеріне арналған версиялары бар. Қытайдың өздеріне арналған. Оған WeChat арқылы кіруге болады. Яғни Қытайда таныстарыңыз бар болса, соған кірдіріп алсаңыздар, ол жерде бесплатно түрде толықтай қолдана беруге болады. Ал мына жерде қазір сіздерге арналған бұл шетелдік бағдарлама, шетелдік, яғни кредиттер міне. Өткендегі қай неде болды кредит? Яғни кредит арқылы жұмыс жасайды. Кредит арқылы. Бұл жерде де качествосы өте жоғары, керемет видеолар жасап береді. Бірақ жаңағындай шетелдік азаматтарға ақша табу үшін ғана жасаған. Ақша табу үшін. Сондықтан егер Қытайда таныстарыңыз бар болатын болса, WeChat бар болатын болса, жасатып алсаңыздар болады. Сосын Hagglesfield деген бар. Hagglesfield. Бұл қазақстандық бағдарламалаушылар, айтишниктер жасаған. Оның артықшылығы қандай басқалардан? Бұл жаңағы видео жасайтын платформалардың барлығын бір жерге біріктірген и сол арқылы ортада посредник ретінде жұмыс жасайды. Былайша айтқанда. Бұл жерде де өзіңізге 5-6 видео ғана беру керек. Бұлар да менің ойымша. Так, қай жағында? Міне кредит. Платформаны қайталап жібересіз ба? Hagglesfield деген, міне. Higgs Hagglesfield. Мына ішіндегі Sora 2, OpenAI-дің, яғни ChatGPT-дің видео жасайтын платформасы, Google-ның Veo 3D1 деген платформасы, One 2D6, Kling 2D6, Kling, осындай неше түрлі платформалардың барлығын бір жерге жинаған. Бұл өте әлемдегі ең керемет платформалар осы жерде. Бір жерде жиналған. Ақшасын бір жерге төлейсіз. Осылардың барлығының ішінен қалағаныңызды таңдап жұмыс жасай бересіз. Осындай мүмкіншілік жасап қойған. Бірақ әлемде қазіргі кезде осы платформа кәдімгідей жақсы деңгейде жұмыс жасап жатыр. Ішіндегі ең қайсысы жақсы? Ең жақсы видео жасап бергені жақсы болып тұр. Потому что көбісі тегін емес. Сондықтан видео жасап беретіні дұрыс болып тұр негізінде. Одан соң барып, так, мынаны қазір айтам. Runway деген, міне. Runway деген тоже тегін емес. Барлығы ақылы түрде бұл жерде де. Себебі бұлар бірінші нарыққа кірген компаниялар ғой. Бірінші видео жасау бойынша. Қазіргі кезде жаңағы интернетте де толып жүр ғой. Апалардың жаңағыдай видеолары, мысықтың видеолары, басқа видеолар барлығы. Осыдай Runway бар, жаңағы мен айтқан алдыңғы компаниялар бар. Осылардың барлығында жасалған өнімдер. Осылардың барлығында. Яғни нарыққа бірінші кіріп өздерінің айтарын айтып алған компаниялар қазіргі кезде уже ақша табуға